Адам баласына жыртықсыз, кірсіз сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап бұлжыратып кемей, таза кемек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек. Не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын мүшесін, жүріс-тұрысын, қас-қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге «Әттең, дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен?» дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай кер. Керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселерменен оздың ғой демектің бәрі де ақмақтық.